Армысыздар, ардақты ағайын. Сіздерді 2023 жылдың 18-19-20 тамыз аралығында түркі әлемінің алтын бесігі, Алтайдың Інжу маржаны, Марқакөл өңірінде өтетін Қожамбет баба рухына арналған асқа шақырамыз. Ас барысында киіз үйлер тігіліп, концерттік бағдарламалармен қатар ауқымды спорттық іс-шаралар өткізіледі. 18 тамыз сағат 12:00-де Қалжыр ауылында Қожамбет баба монументінің ашылу салтанаты. Сол жерде Құран бағышталып қатым түсіріледі. Қалжырдан Марқакөл ауылына дейін Ағнайман қырылған ескерткіш тасына, Былғары табыты, Шнет ата тұмасына тоқтау, танысу. Кешкісін Марқакөл ауылы мәдениет үйінде Марқакөл атамекенім атты өлкөлік тарихи танымдық кітаптың тұсаукесері және концерттік бағдарлама. 19 тамыз сағат 9:00-де Марқакөл ауылынан шеткеректі бәйге төбеге дейін батырлар, ақындар, саятшылардың атты шеруі болады. Өткізілетін ұлттық спорт ойын түрлері: аламан бәйге 25 шақырым, топ бәйге 15 шақырым, құнан бәйге 7,5 шақырым, жергілікті жабы тұқымды аттар бәйгесі 10 шақырым, жорға жарысы 9 шақырым, жаппай көкпар 15 салым. Сонымен қатар аудаспақ, арқан тартыс, қазақша күрес өткізіледі. Өгіз балуан 80 килограммға дейін, түйе балуан 80 килограммнан жоғары салмақ дәрежесі бойынша. Тоғызқұмалақ, дойбы, спорт сайыстары бойынша жарыс жеңімпаздары арнайы дипломдармен, медальдармен, балуандар белбеумен, автокөлікпен, қомақты ақшалай жәледі басқа құнды сыйлықтармен марапатталады. Сонымен қатар жаппай көкпар жүлделері: беташар салым 1 жылқы, өгіз өлді салым 1 өгіз және ортасындағы салымдар ақшалай тағда басқа түрде. 20 тамыз сағат 8:00-ден бастап Марқакөл көліне экскурсия. Марқакөл атауының пайда болуы туралы аңыздың ізімен көлді атпен айналып өту. Марқакөл жорығы. Көл жағалауында киіз үйлер тігіліп, көркем өнерпаздар концерті және де басқа қызықты іс-шаралар өткізіледі. Келіңіздер, көріңіздер, қатысыңыздар.